Сәлем достар, бүгін мен сіздермен Қазақстан тарихынан кездесетін 50 датамен бөліскім келеді. Бірінші сұрақ, біздің заманымыздан бұрын 2.612.000 жыл ежелгі тас дәуірін құрайды. Екінші сұрақ, біздің заманымыздан бұрын 2.640.000 жыл ерте палеолит кезеңін құрайды. Біздің заманымыздан бұрын 2.600-800.000 жыл ерте палеолиттің Алдувей кезеңін құрайды. Біздің заманымыздан бұрын 800-140.000 жыл ерте палеолиттің Ашель кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 140-40.000 жыл ерте палеолиттің Мусте кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 40-12.000 жыл кейінгі палеолит кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 12-5.000 жыл орта тас дәуірі кезеңі, мезолит кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 5-3.000 жыл жаңа тас дәуірі кезеңі, неолит деп аталады. Біздің заманымыздан бұрын 2000 жыл, біздің заманымыздан бұрын 8 ғасырды қола дәуірі кезеңі құрайды. Біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдықтың ортасы Қазақстан аумағын мекен еткен тайпалар қола бұйымдар жасау ісін меңгеруі. Біздің заманымыздан бұрын 8 ғасыр, біздің заманымыздың 6 ғасыры ерте темір дәуірінің хронологиясы. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдық сақ тайпалық одақтарының өмір сүрген мерзімі. Біздің заманымыздан бұрын 209 жыл Хунну ғұндар державасының құрылуы. Біздің заманымыздан бұрын 530 жыл Томирис патшайым бастаған сақ массагеттердің парсы патшасы Кирді талқандауы. Біздің заманымыздан бұрын 5-4 ғасыр Есік қорғанынан табылған алтын адамның өмір сүру кезеңі. 552 жыл түрік қағанатының құрылуы. 704 жыл түргеш қағанатының құрылуы. 751 жыл Атлах шайқасының болған уақыты. 870-950 жыл Әбу Насыр әл-Фарабидің өмір сүрген жылдары. 960 жыл исламның қарахандардың мемлекеттік діні болып жариялануы. 973-1050 жыл Әбу Райхан әл-Бирунидің өмір сүрген жылдары. 11 ғасырдың басы, 13 ғасырдың басы Қыпшақ хандығының билік құруы. 1021-1075 жылдар Жүсіп Баласағунидің өмір сүрген жылдары. 1030-1090 жылдар Махмуд Қашқаридің өмір сүрген жылдары. 1103-1167 жылдар Қожа Ахмет Яссауидің өмір сүрген жылдары. 1465-1466 жылдар Қазақ хандығының құрылуы. 16 ғасырдың басы Қасым ханның билік еткен уақыты. 16 ғасырдың басы Қасым ханның қасқа жолы заңдарының шығуы. 1538-1580 жылдар Хақназар ханның билік еткен уақыты. 1582-1598 жылдар Тәуекел ханның билік еткен уақыты. 1598-1628 жылдар Есім ханның ел билеуі. 1628-1652 жылдар Жәңгір ханның ел билеуі. 1643 жыл Орбұлақ шайқасы. 17 ғасырдың соңы Тәуке ханның жеті жарғы заңдар жинағы. 1723 жыл Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның басталуы. 1726-1728 жылдар Бұланты шайқасы. 1729-1730 жылдар Аңырақай шайқасы. 1731 жыл Әбілқайыр хан мен оның жақтастарының Ресейге ант беруі. 1771-1781 жылдар Абылайдың Қазақ хандығын басқарған жылдары. 1783-1797 жылдар Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 1835-1865 жылдар Шоқан Уәлихановтың өмір сүрген жылдары. 1836-1838 жылдар Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс. 1837-1847 жылдар Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс. 1841 жыл
Бөкей хандығында қазақ балаларына арналған алғашқы зайырлы мектептің ашылуы. 1841-1889 жылдар Ыбырай Алтынсариннің өмір сүрген жылдары. 1845-1904 жылдар қазақтың ұлы ақыны, ойшылы әрі ағартушысы Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары. 1913-1918 жылдар Қазақ жалпы ұлттық газетінің шығуы. 1916 жыл Қазақстан және Орта Азиядағы ұлт азаттық қозғалыс. 1917 жыл Алаш партиясының құрылуы. 1917 жыл Орынборда екінші жалпы қазақ съезі Алашорда үкіметінің құрылуы.